Сәлем достар, сіздермен өте дәмді бисквитный рулеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Менің инстаграм парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Ақ уыз салынған ыдыс таза болу керек, ішінде су болмау керек. Бірінші ақ уызды миксерлейтін боламыз. Миксерді жай скоростан бастап миксерлейміз. Жанына қантты салып отырып 50 граммнан миксерлеп отырамыз. Жақсылап көпіршу керек. Аппақ пенка болғанша көпіршітеміз миксермен. Ақ уызымыз осындай аппақ пенка болу керек. Енді осы ақ уызға сары уызды салып, тағы да бір 2-3 минут бірдей масса болғанша миксерлетеміз. Онды саламыз. Разрыхитель тестаны саламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бірде масса болғанша жан-жағын алып отырып араластыру керек. Жан-жағына ұн жағылып қалмас үшін астын, түбін бірге араластырып отыру керек. Түбінде ұн қалып қалмас үшін. Рулетті пештің 4 бұрышты ыдысына пісіретін боламыз. Пештің ыдысының үстіне пергамент төсеп аламыз. Пергамент менікі поклан. Егерде сіздердікі поклан емес, басқа қағаз пергамент болатын болса, сүйқымай жағып алыңыздар, әйтпесе жабысып қалатын болады. Ал егерде силиконовый или көп қолданылатын пергамент болса, онда сүйқымай жағудың қажеті жоқ. Сместі бірдей қылып тегістеп аламыз. Қызып тұрған 180 градустағы пешке бисквитті 10-15 минут пісіріп аламыз. Крем жасаймыз. Қаймақтың үстіне сгущенканы салып, жақсылап араластырамыз, бірдей масса болғанша. Жасалған кремімізді қайтадан холодильникке салып қоямыз, бисквитіміз суығанша. Шоколадқа сүтті құйып 5 минут микроволновкаға салып ертіп аламыз. Бисквитіміз пісті, піскен піспеген осындай шпажкамен білеміз. Егерде қолға жабыспаған құрғақ болса, онда піскен. Піскен бисквитімді жарты сағат қойып суытып алдым. Енді бисквитімді аударатын боламын. Тақтайдың үстіне пергаментті қойып аударатын боламын. Пергаменттің үстіне тарелка қойып аударсаңыздар да болады. Пергаментті жай аламыз. Енді осы бисквиттің үстіне холодильниктен кремді алып, түгел жағып шығамыз. Бисквитті ораймыз рулет қылып, шетінен қысып отырып, пергаментті алып отырып ораймыз.
қатты тығыздауға да болмайды, өте бос қылуға болмайды, орташа қылып ораймыз. Шоколадты еріткеннен кейін 5 минут суытуға қойып қойдым, кішкене қоюлану үшін. Қоюланған шоколадты бисквиттің үстіне түгел жағып шығамын. Жағып шықтым, тарелканың үстіне пищевой пленканы төсеп қойдым, шоколад ағып кетпесі үшін. Рулетті 1 сағатқа холодильникке салып қойдым, ішіндегі кремі сіңу үшін, бетіндегі шоколады қату үшін. Рулеттің ішіне джем, жем-шелектері салып орауға болады, өте дәмді болады. Бетіне де шоколад емес, кремдер, сливкилер жағып істесеңіздер де өте дәмді болады. Оның бәрі өз қалауларыңызбен қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Тек осы бисквитпен жасаңыздар, сол кезде өте дәмді болады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Енді дәмін көреміз. Дегустация жасайық. Қалай шыққанын. Аузыңа салсаң еріп кететіндей болған ғой. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Алима.